Осыдан бірер ай бұрын облыста тастанды бала жайлы кезекті қайғылы оқиға жұрттың жағасын ұстатқан еді. Бостандық Ақкөл тас жолында жаңа туған нәрестені көліктің терезесінен лақтырып жіберген әйелге қатысты бүгін сот отырысы өтіп, тиісті қаулы қабылданды. Байзақ ауданының тумасы 1962 жылғы азаматша Бақытгүл Бейсенғареева қатысты. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 99 бабының 2 бөлігі 14 тармағында белгіленген қылмыстық заңмен тыйым салынған қоғамға қауіпті іс-әрекетті қылмыстық кодекстің 35 бабы 1 бөлігі 2 тармағы негізінде тоқтатылды. Талас аудандық сотының тергеу судьясының қаулысымен Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық психикалық аурулар диспансеріне орналастыру туралы қауіпсіздік шарасы қолданылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 16 бабына сәйкес қылмыстық заңмен тыйым салынған қоғамға қауіпті әрекет жасаған Бейсенғареева реактивтік психоз түріндегі уақытша психикалық қызметінің бұзылулар жағдайында болу салдарынан өзінің іс-әрекетінің іс жүзінде сипаты мен қоғамдық қауіптілігін ұғына алмайтындай есі дұрыс емес күйде болғандықтан қылмыстық жауаптылықтан босатылсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 91 бабының 1 бөлігі 1 тармағы, 93 бабының 1 бөлігі 2 тармағы, 95 бабы 2 бөлігінің талаптарына сай Бейсенғарееваға жалпы үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеу емдеу шарасы тағайындалсын. Естеріңізге салса, қаңтардың 13 күні Бостандық Ақкөл тас жолының бойында жаңа туған нәрестенің мәйіті табылған болатын. Жедел іздестіру шаралар нәтижесінде күдіктілер анықталған. Тергеу амалдар кезінде 10-шы сынып оқушысы көлікте босанып, анасы нәрестені көліктің терезесінен тас жолдың бойына лақтырып жібергендігі белгілі болды. Жерге оңбай басымен түскен шақалақтың бас сүйек сынып, шетінеп кеткен еді.